Бізде таңғы 4, походу 4:30. Мына жақта фотосессия. Қапшағайда. Бұл жақта Ернар, Тамай Сұлтан. Прям күшті екен. Біздің доброе утромыз. Айжан келді. Айжан, привет. Осындай болып жатыр. Погода тоже супер. Барлығымызды жақсы көреміз. Қайырлы түн. Бізге қайырлы таң болып жатыр мына жақта. Біз күшті фото-видеоға түсіп алдық. Даже мен жаңа нелерде постқа салып үлгермей жатырмын. Енді салып келе жатамын да, өш қалады жазғандарымның бәрі сонымен сондай. Қолдаушылар берген күшті гүлмен. Күшті прям. Зарина қолдаушылар топ падам. Ризамын Зарина қолдаушыларыма. Молодцы. Қолдаулар кетіппіз. Аяқтайық. Ертең жалғасады. Қалжың естеді. Біраз әңгіме айтады екен, е? Мына жердің табиғаты өте керемет ше, енді айта алмаймын. Династия деген демалыс орны екен. Соны отдыха. Прям күшті. Бізді алып келген, осының барлығын ұйымдастырған. Осы жер бар екен бізге тауып берген Данаға көп рахмет. Күшті екен. Егер мен қазір ұйықтасам ше, мені оятпаңдар, түскі 2-ге дейін ба, 3-ге дейін оятпаңдар. Ойбай, 6-ға дейін деген сияқты айттың ба? Бәріміз сен бірінші тұратын сияқтысың ғой қайта Дана. Сол қайтта тұрып. Доброе утро, ребята! Дастарханда ешкім ше, өзім жинамын. Енді осылай күшті тамақтанып жатырмыз. Айжан ханым келді. Матикош мұнда, Ақтолқын. Күшті осындай палатканың ішінде тамақтанып отырмыз. Ас болсын. Бізде и завтрак, и обед болып жатыр. Еще мына жерде сөз ұстамайды. Матикоштың изи дедің ба? Сондай ғана трафик па қалай еді? Абонент, сондай ұстайды екен только. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Қалай өтіп жатыр Ақтолқын? Дерсіпті. Өзін бағалап ал деген ғой, короче. Все. Ал достар, ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Күні кеше эфир өз мәресіне жетті, бітті. Біраз тамашалап көрген сияқты. Құттықтауларыңызға мың алғыс. Өмірдегі бір кішігірім жетістіктердің бірі. Дән ризамыз, қуаныштымыз. Енді эфирден кейін барлығымыз ақылдаса келе Қапшағайға демалысқа барып демалып қайтуға уәделескен болатынбыз. Уәдені орындау мақсатында және де үлгеру мақсатында Малыш екеуміз барып, бірақ ертерек қайтып кеттік. Өйткені Ұзынағаш қаласында менде 60 жас қуаныш басқаратын тойым бар еді. Соған үлгере алмай қазір жолда кетіп бара жатырмыз. Алла қаласа той сөзін ашып